Қайырлы күн достар, сіздермен бірге лағманның қамырын илейтін боламыз. Біріншіден бізге керек жұмыртқа, суға тұзымызды қосып алып, және де ұн. Бір айта кетерлік, суымыз өте суық, мұздай болуы қажет. Қамырымызды қаттырақ билегеніміз жөн. Мен ұнды шамамен 600-700 грамдай өз көз мөлшерімен алдым. Міне иленген нанымызды алып, салафанға салып, 30 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Міне тынған қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөлетін боламыз, қазір көресіздер. Бөлінген қамырымыздың барлығын өстіп майлап табаққа салатын боламыз. Өстіп орап, тағы да бір 20 минутқа тындыруға қоямыз. Міне тынған қамырымызды өстіп алып, созып, мен осы тынған қамырды бір-ақ рет создым да, қолыма ұрып, қайнаған ыстық суға салып пісірдім. Бұл қамырды екінші рет қайтара созса, үзіліп, жұмсарып кетеді, сондықтан бір-ақ рет осы алған бетінде бір созып, ыстық суға салу керек. Міне қайнаған ыстық суымызға салып, оның артымен суық суға салып, майлап өстіп қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақерке ас болсын.